Өңір кітапханаларының қоры жұтаң әрі ескірген, әсіресе көркем туындылар мен тартымды әдебиеттер тапшы. Ал ғимараттары кітапхана үшін лайықталмаған. Осы орайда жоқтан бар жасап, үйлестіріп отырған кітапханашылардың рөлі ерекше. Бұл туралы әмбебап мамандықтың бүгінгі мәртебесі қандай? Электронды формат қарқынды дамығанымен дәстүрлі кітапхана ағартушылық рөлін жоғалтпайды. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі. Бірақ шыны керек, кітап өз мәртебесін жоғалтпау үшін заманауи, көзге тартымды, оқуға жеңіл, тіпті қалтаңа салып жүруге ыңғайлы болғаны дұрыс. Мәселен, елімізде жас өспірімдерге арналған кітапхана аз. Соның бірі әрі бірегейі біздің өңірдегі Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жас өспірімдер кітапханасы. Жасөспірім деген бұл өтпелі кезең деп айтамыз ғой, переходной возраст. Осы өтпелі кезеңдегі жасөспірім балалардың психикасын қалыпқа келтіру, ата-анамен бірігіп жұмыс жасау. Міне осы мақсатта біз қазіргі таңда балалардың психологиясын қалыптастыру, оларға мотивация беру мақсатында жұмыстар жасап жатырмыз. Енді кейбіреулер айтады, сіздер кітапханашы емессіздер ме, сіздер психолог сияқты жұмыс жасайсыздар деп. Баланың тәрбиесіне, соның ішінде жасөспірім кезеңдегі баланың тәрбиесін анасына немесе әкесіне сырт тастауға болмайды. Немесе оның оқыған ортасы жауап берсін деген мәселе болмайды. Біз өйткені қоғамды тәрбиелеп жатырмыз. Біз ұлттың болашағын тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан тәрбие ол кітапханаға да, білім ордасына да, ата-анаға да бәріне ортақ. Жас өспірімдерге арналған кітаптарда жоқтың қасы дейді кітапхана директоры Гүлжайнар Қалдина. Қазақ тілінде жеткіншектерге арналған заманауи туынды аз. Ал ол тартымды, жас оқырманға өтімді болу үшін автор көп еңбектенуі қажет. Жазатын авторлардың аздығы, авторларға төленетін қаламақының жоқтығы деген секілді мәселелер ғой. Мәселен, Ресей елінде шығатын кітаптар өте жеңіл, әріптері көзге көрнекі және бояуы анық. Ал енді бізде шығатын кітаптар қандай? Бізде шығатын кітаптар ауыр. Біріншіден, екіншіден көлемді. Оны кез келген жерде қалтамызға салып жүріп оқуға мүмкіндік жоқ. Ал өзіңмен бірге үнемі алып жүруге ыңғайлы қойын кітаптарды шығару біздің елде қолға алынбай отыр. Тағы бір қынжылтатыны, жасөспірімдер кітапханасы жас оқырмандардың сұранысын толық қанағаттандыра алмайды. Бұған қордың жаңартылмай отырғаны себеп. Мотивациялық кітаптарға жасөспірімдер көп сұрайды. Детектив жанрындағы кітаптарды көп сұрайды. Психологиялық тақырыптағы кітаптарды көп сұрайды. Бір жақсы жері мотивациялық тақырыптағы кітаптар аудармалары бар. Қазақ тіліне аударылып шығып жатыр. Қазақ тілді психологтардың жазып жатқан мотивациялық кітаптары келіп жатыр. Ал детектив жанры бізде әлсіз. Міне осы жағынан ақсап тұрмыз. Бұл енді баспаның мәселесі деп қарауға болмайды. Бұл жерде де жаңа өзіміз айтып отырғандай авторда, қоғамда бар бұл жерде. Бұның барлығы материалдық мәселеге келіп тіреледі. Кемшін тұстарын көрсетпей кітапхана жұмысын жандандырып, оқырман сұранысын тиісінше қанағаттандырып отырған кітапханашы рөлін айтпасқа болмайды. Мамандықтың мәртебесі туралы да соңғы кезде жиі қозғалып жүр. Статусын арттыру үшін білім дәрежесін биіктету қажет деп есептейді. Оны көтеру үшін ең бірінші кітапханашы мамандардың дәрежесін, білім дәрежесін көтеруіміз керек. Біз жыл сайын олардың білім дәрежесін асырып отыруға мүмкіндігіміз болмай отыр. Қазір мен мысалы кітапханашы мамандарымды жібергім келеді басқа қалаларға оқытуға, категориясын көтеруге, санатын арттыруға дегендей. Ондай мүмкіндік жоқ. Арнайы кітапханашы мамандардың санатын арттыруға деген біліктілік берілмейді ешқандай жерде. Орасан еңбегі еленбей қалса да, айлығы шайлығынан аспай жатса да, бұл мамандықты сүйіп таңдаған жандар аз емес. Солардың бірі Айнұр Төлегенова. Жаста болса, библиограф болып қызмет еткеніне 10 жыл. Көп адамдардың пікірі бар ғой, кітапты беріп, тек отырады кітапханашы деген. Сондай ой болды да, оны несін оқимын деген сияқты ойладым, бірінші курсқа түскен уақытта. Бірақ мен екінші курс оқып, үшінші курс оқып жатқанда, ол өзімнің ойымнан бас тарттым десем болады. Себебі бұл жерде тек кітап беріп отырмайды, оқырманның сұранысы, оқырманның қызығушылығы, кітапты насихаттау, түрлі креативті ойлармен жұмыс жасау, адамның шексіз ойы керек, шығармашылық болу керек. Бүгінде жасөспірімдер кітапханасының қорында 120 мыңдай кітап бар. Тұрақты оқырмандарының саны 9 мыңнан асады. Райгүл Эншібай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.